Сәлем достар. Бұл кітап кіші подкасты. Сізбен бірге Сейтқали Әліби. Және бүгін біз өте маңызды сұраққа жауап іздейміз. Кітаптар өмірді өзгертеді ме? Кейде бір кітап, бір сөйлем, бір кейіпкер бүкіл өміріңді басқа арнаға бұруы мүмкін. Ал сіз соңғы рет қашан кітап оқыдыңыз? Кітаптың күші қандай? Кітап сенің ойыңды өзгертетін, жеке тұлғаңды дамытатын, тіпті табысты адам болуға жол ашатын ең мықты құрал. Әлемге әйгілі кәсіпкер Илон Маск былай депті: мен ракетаны кітаптан үйрендім дейді. Ал Билл Гейтс болса жылына 50 кітап оқиды. Уоррен Баффет болса күнінің 80%-ын кітап оқуға арнайды екен. Ал біз не істеп жүрміз? Күніне 2 сағатты телефонға жұмсаймыз. Бірақ 20 минут кітап оқуға уақыт жоқ деп ойлаймыз. Егер дәл қазір бастасаңыз, жылына 18-20 кітап оқисыз. Жастарға арналған үздік кітаптар туралы айтатын болсам, біріншісі Абайдың қара сөздері. Бұл кітапта өмірдің мәні, адамгершілік, еңбек туралы терең ойлар жазылған. Екіншісі Абай жолы. Қазақ мәдениеті, әділдік пен күрескерлік рухы туралы. Үшіншісі Ақбілек романы. Өмір, армандар, қиындықтар туралы шынайы хикая. Төртіншісі Дарабоз. Батырлық, тарих және ерлік туралы ерекше роман. Егер сіз осы кітаптардың бірінде оқымаған болсаңыз, онда оқитын уақытыңыз келді. Кітап бұл жай ғана қағазға басылған әріптер емес. Ол жаңа идеялар, жаңа мүмкіндіктер, тіпті жаңа өмір. Егер сіз әлі де уақытым жоқ деп жүрсеңіз, айтыңызшы. Табысты адамдар кітап оқуға уақыт табады. Ал сіз неге таппайсыз? Бүгін бір беттен болса да оқуды бастаңыз. Кім біледі? Бәлкім дәл сол кітап сіздің өміріңізді өзгертетін шығар. Сіздің өміріңізге ерекше әсер еткен кітап қандай? Төменде бөлісіңіз. Подкаст ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше. Кітап сүйер достар.